видео обзор. Бұның диаметрі дейді ғой, 130-да 130. Бұл үстелдің ерекшелігі, бұл круглый да болады, және де квадрат та болады. Тағы да бұның ең ерекшелігі, бұның механизмдары темірден. Основной геометриясы өте жақсы жасалған. Үстел ары бері қозғалмау үшін астында темірден жасалынған кронштейні бар. Және де бұның ножкасы сол кронштейнға бекітілген, ерекше болып, және де конусовый болып келеді. Бұл үстелдерге қараңыздар, дәл осы стульяларды қойса, орындықтарды қойса болады. Бұл орындықтардың ерекшелігі жоғары жағы жіңішке болып келеді, астыңғы жағы жуан. Не үшін? Бұл дизайнерский орындықтар, геометриясы өте жақсы, және де спинкасы дәл осылай круглый болып келеді. Отырған кезде өте ыңғайлы. Қараңыздар, өте ыңғайлы. Және де бұның астының бекітілген барлық жері болтпен, геометриясы, сапасы өте жоғары сападағы. Дәл осындай орындық үстелдерді Қазақстанның кез келген қаласына жеткіземіз.